Бер қара, мен саған 2 жылдан бері қақсап атырым. Енешка деп айтпа дедім мен саған, а? Кереген шыда, кереген қарасайшы, мен ажырасып кетсем де енешканы сыйлап тұр. Ё-майо, мен вообще түсінбедім, ше мына. Апа енді сізді ажырасып кетсе де ене деп сыйлап жатыр ғой енді. Жоқса енешка деген сыйлаған ба сен? Айналай сөздің парқын түсінсей сен айналай. Қандай сөз бар? Ай, осындай албасыздай келіндер келеді, қазақтың керемет қасиет сөзіне сөйтіп орысшан жалғап қояды. Сөйтеді енесін енешка, тәтесін тәтешка, апасын апашка, атасын аташка, братишка. Ай, соның бәрі ешкі ма сонда? Ол сыйлап тұрған жоқ қой, малға теңеп тұр ғой бәрімізді. Айналайын балам ау. Ай, қазақта қандай қасиет сөздер бар ғой, қалай айтсаң да өзгермейтін шырағым. Біздің ұлтымыз не қазақ па? Қазақ. Сон керісінше оқыс. Қазақ дұрыс па? Иә, шынымен. Ата деген сөз. Ата. Ана деген сөз де өзгермейді, ене деген сөз де өзгермейді айналайын. Аға, іні деген де өзгермейді. Жеп отқан наныңның өзінде былай айтсаң нан болады. Көрдің ба? Лепешка деген өзгермейді. Лепешка қатшы ғой. Орысша ғой? Мен өзім сондай қасиет сөздеріміздің соңына ешкіні жалғап қойған. Сен бер қарашы, албасты. Сен әкең не дейсің сен, а? Папа. Папа дейді екен, е? Сол папа дегенді керісінше айтшы. Көрдің ба? Асқар таудай әкесін итке теңеп отыр да итпен жыраған. Мамаңды айтпай қояйын. Апа ұятты қойыңыз. Ана чөт. Жоқ, енді бірақ. Ана чөт. Бірақ. Ана чөт дура, что ли? Жоқ, менікі тура, сен дура.